Сәлеметсіз бе? Мен сізден тамақ ауруына қандай дәрі ішуге болатынын сұрауға келіп едім. Тамақ ауру емес, неге де, гриппке де. Қазіргі болып жатқан суық тиюіне байланысты да. Бұндай шайларға терафлю шайын қолдануға болады. Ересектерге тайрылғы шайы бар, ішуге арналған. Осында инсти шайы бар. Бәрінің құрамында лимон қышқылары қосылған. Бұны деген сіз деген даже лимон қышқылы бар, сосын адамның басы ауырады ғой, үлкен кісілердің басы ауырғанда құрамында парацетамолда таблеткалары бар, білесің ғой, басы ауырғанда басылатын. Сол парацетамол таблеткасы бар. Бұны деген таңертең кешке ішуге болады, 2 мезгіл. Кейбіреуі жаңағы 1 мезгіл ішеді. Себебі деген ол деген құрам терлетеді адамды. Сондықтан жатып ішкен жақсы бұны деген. Ішкеннен кейін жатқан жақсы. Терлеп, тершіп, содан ана қызуында несі деп ауырған нелер бәрі түседі. Бірақ енді қышқыл болуы мүмкін, себебі құрамында лимондары бар. Ал иммунитет көтеруге қандай дәрілер бар? Иммунитет көтеруге ең бірінші, ең маңыздысы керек ол аскорбинка қышқылы. Аскорбинка қышқылы, бұның драже түрі бар, сосын жаңағы таблетка түрі болады, сосын мынандай цивикап деген тамшы түрі бар. Оны деген жаңағы құттай балдарға, айлық балдар болсын, 2 жас болсын, 5 жас болсын, оларға беріледі. Күніне бір мезгіл, 5 тамшыдан 2 жастан болады. 5 тамшы жоғарылаған сайын 10 тамшыға көтеруге болады. Үлкендерге 15 тамшы, 20 тамшыға беруге болады. Дрожжені тоже 2 дрожжелер жеуге болады күніне. Таблетканы күніне 3 мезгіл бір таблетканы ішуге болады. Үлкен кісілерге де былай да. Сосын мынандай витамин С бар, мишки эвалар деген, ол деген жаңағы құрамында тоже апельсин, лимон, ароматизатор қосындысы бар ішінде. Бұл жаңа витамин, бұны деген 3 жастан бастап ішіледі. Бұны деген желе сияқты ішуге болады. Ал тамақ ауруларына қандай дәрілер? Тамақ ауруына мынандай көп кісілердің қолданатыны бұл аджисы, лимон дәмі қосылған. Онда деген жаңағы түрлері болады. Бұны қысқанса лимон дәмі көрсең, қышқыл дәмі болады. Бұның ішінде 4 пластинка болады. Бөліп алып ішуге де болады. Күніне 3 мезгіл, бір таблетканы 3 мезгіл ішу керек. Сосын ленкословы деген бар, оның құрамында мед бар и лимон да бар. Екеуін қосылған түрінде. Бұнда тоже бөліп алуға болады, мынандай пластинка дәмі. Бұны сорға болады, тоже 3 мезгіл. Бірақ балдарға болмайды. Балдарға өздеріне арналғаны бар, бірақ олардың құрамында лимон да болмайды. Оларда клубника, балаға сапты сүтілер бар. Сосын фарингоцеп деген бар, бұны балаға да беруге болады, бірақ үлкен жас балаларға беруге. 7 жастан бастап, 6 жастан бастап соралса беруге болады. Бірақ көбіне үлкендерді береміз. Таблетка болады, оны да тоже бөліп алуға болады. Құрамы лимон. Кеңесіңізге рахмет, сау болыңыз. Аман болсын.